Ана түріктерде Жынды Мехмет деген бір кейіпкер бар. Жынды Мехмет дейді, ол ешқандай жынды емес. Ол өте ақкөңіл, адал, тақуа адам екен. Аллаға ешқандай бір күдіксіз, шүбәсіз сенетін адам екен. Сонда жаңа біздерде құдайы қонақ дейміз ба? Бар ма ондай? Ендеше ана ауылдастары жаңағы Мехметтің ақкөңілдігін, адалдығын пайдаланып, күнде бір үйсіз, күйсіз жүрген бір адамды ұстап алады да айтады екен. Бүгін қарның тойып тамақ ішкің келе ме деп айтады дейді. Әрине дейді. Ендеше анау ауылдың шеткі үйін көрдің ба? Мехмет деген кісі тұрады. Соған барып, мен құдайы қонақпын десең, бітті, құдай сені жарылқайды дейді. Содан әлгі адам салпаңдап барады Мехметтің үйіне. Мен саған келген құдайдың жіберген қонағымын дейді. Ой, құдай жіберген қонақ болсаң деп, анау өзі бала шағасын аузынан жырып, бәрін алдына ит төгіп береді. Сөйтіп әлгіні риза қылып аттандырады. Әлгі құрдас деген болады ғой, қалжыңдасатын. Ауылдың құрдастары соны әдетке айналдырып, күнде жаңағыдай бір адам жіберетін болған екен. Құдайдың жіберген қонағым деп айтсаң болды, қарның тояды деп. Бұл да шаршамайды екен, соны қарсы алып, риза қылып жіберуді. Содан бір күні сол ауылда бір жігіт арақ ішіп, арақтан уланып қайтыс болған екен. Сонда ауылдың имамы бас тартқан екен. Ой, мен бұл күнәһардың намазын шығармайын деп айтты. Бұны қанша мен құлшылыққа шақырдым, жаңағы бет бұрмады, арақтан уланып өлді. Сондықтан қатардағы бір намазхан шығарсын, мен шығармайын деп айтты. Сөйтіп қатардағы намазхандардың барлығы енді имам өзі жаңағы шығармайын деп отса, бізге не жорық дейді да, олар да жаңа шығармаймыз деп салады. Ақырда не істейді енді, көмусіз қалдыра ма? Сонда ақылдаса келе біреу айтты дейді, ай, осы Жынды Мехметке тапсыра салайықшы деп айтты дейді. Оған өзі бәрібір ғой. Содан Жынды Мехметке айтады, Мехмет жаңағыны жақсылап тұрып, қара жердің қойнына тапсырып, жаңағы жағдайын жасаған екен, жаназасын шығарып. Сонда таңертең, ерте таң намазының алдында бір адам келіп, ауыл имамының есігін қағып, имам деп айтты дейді. Бүгін мен түс көрдім, түсімде кешегі ана күнәһар адам жәннатта рахаттанып жатыр екен деп айтты дейді. Сонда имам айтты дейді, тура осы түсті мен де көрдім деп айтты. Сөйтіп сұрастыра келсе, бүкіл ауыл тайлы тұяғына дейін бір түсті көріп шыққан екен. Жаңа күнәһар арақтан өлген, жәннатта рахаттанып жатыр. Содан улап-шулап барлығы таң намазынан кейін жаңағы Мехметтің үйіне барады ғой. Ай, Мехмет, сен не істеп қойдың дейді. Не әдіс қолдандың, не істедің, әлгі адамды жұмақтан шығаратындай деген кезде Мехмет айтты дейді, мен артық шариғаттан артық ештеңе жасамадым. Мен оны жаңағы аруладым, жаңағы жуындырып аруладым, жаназасын шығарып жерге тапсырдым. Соңында дұға еттім дейді. Я Раббым Алла, сен маған күнде қонақ жіберетінсің, мен оны қарсы алатынмын. Бүгін мен саған қонақ жібердім, сен қарсы алшы деп айтты. Қараңызшы, не деген күмәнсіз, не деген күдіксіз дұға да. Біз әшейін бір нәрсені сұраған өзінде де ар жағында күмән тұрады ғой бізде. Жип сұрасақ оны бере ма? Үй сұрасақ бере ма деп. Қараңызшы, Алланың әр нәрсеге, бар нәрсеге толық не күші жетеді.